Ассалаумағалейкум жігіттер, бүгін тағы бейсенбі, писа базарға барамыз. Мен не үшін базардан қалмай жүрмін? Өзім азыр айтып берейін. Бірінші, неше жылдан бері малмен айналыстым. Малды базардан алатын кезде, сататын кезде ғана барамыз. Бағаның барлығын YouTube, TikTok, группалардағы елдің айтқаны бойынша, елдің айтуымен базар былай отыр екен деп сол бойынша алдық, сол бойынша саттық. Ал енді қалмай барудағы мақсатым, енді мен соны зерттеуім керек. Мал бордақылауды үйрендім. Шынымен солардың айтқандай болып жатыр ма? Біреулер TikToктың алдына отырып алып, баға түсіп кетті, құлдап кетті, жауылып кетті, ашылып кетті, анауның бағасы өрлеп, мынауың бағасы түсіпті дегендер. Шын ба, шын емес па? Екінші, өзім әлі де мал бордақылап жатырмын. Мен өзім малым дайын бұйырса, соларды қай кезде қалай шығарсам тиімді, істікте төстікте күймейді, кәсібімнен қалайынан адалынан жеймін. Байланып тұрған семіз дайын сиыр, 3,5-4 ай болған сиырларды тірідей сатқаным дұрыс па? Сойып сатқаным дұрыс па? Сойып сатсам килограмм қаншадан бергенім дұрыс? Өзіні сатып алған ақша, жем, жаңағы досымның еңбек ақысы шыға ма дегенді толықтай зерттеп, зиян тартпау үшін және өзімнің оқырмандарыма азды көпті шынайы мәлімет беру үшін. Ойбай, елден естідім, группадан естідім демей, көзіммен көріп, қолыммен ұстап, аузыммен келісіп алған, сатқан малдардың бағаларын тікелей эфирге шығып, базарда, TikTok арқылы, мүмкін болса YouTube'ге де салып жүктеу үшін барам. Ендеше сіз маған тіркеліңіз, дайын семіз сиырлар бар, керек болса хабарласыңыздар. 8-707 680 60 66. Малдар бізде Текеліде бар, Үштөбе кафеде бар, семіз бордақы ат көрін сиырлар. Бағасын әрине келсеміз. Сізге не керек? Со бойынша сойып алуыңызға да, тірідей алуыңызға да, барлығын жаңағы базарды зерттеп жүрміз ғой. Соңғы базар бүгін, осы аптаға барып келсек, тағы да бағаларын шығаруымызға болады. Жаңағы малдың өзіндік құны, жеген жем шөбі, еңбек ақысы, соның барлығын есептеп, өзімізге пайда қалатындай жағдайда, және базармен сәйкесіп, ойбай, базардан қымбат айтып тұрмын ба, жоқ базардан төмен беріп тұрмын ба, соның барлығын сәйкестіріп, бұл мал алу, сату, бордақылау деген үлкен ғылым және кәсіп. Менің кәсібім осы. Сіздермен болған Таңжарық Шотайұлы. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, жиі қадағалап отырыңыздар. Кеңес керек болса білгеніммен тегін бөлсем, 8-707 680 60-66. 2 сиыр YouTube арнасы, Таңжарық Стайл TikTok, тіркелуді ұмытпаймыз. Және малға қызығып жүрген, мал туралы мәлімет алғысы келіп жүрген жігіттер болса, тіркеліп алсын, соларға менің видеоларымның сілтемесін жіберіп қойыңыздар. Рахмет.